Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Назерке Сапарбек. Бүгін көретіндеріңіз. Сәтпаев қаласында жолда қабылдау республикалық акциясы өтті. Сәтпаев қаласында қылмысты болдырмау және құқық бұзушылықтың жолын кесуге бағытталған жедел іс-шарасы өтуде. Қазақстанда аптап ыстық сақталады. Ең алдымен еліміздегі коронавирустық инфекция туралы ақпаратпен бөліссек. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус жұқтырған 1739 жағдай тіркелді. Олардың 300-ден астамы Қарағанды облысында, дәлірек айтқанда 319 адам. Нәтижесінде өңір республикада COVID-19 тіркелген жағдайлар саны бойынша көш бастап тұр. Егер Сәтпаев қаласындағы эпидемиологиялық ахуал туралы айтатын болсақ, жыл басынан бері шаһарда коронавируспен ауырғандар саны 428 адамға жеткен. Құрметті жерлестер, сақтық шараларын естен шығармайық. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың тапсырмасы бойынша Сәтпаев қаласының аумағында кең ауқымды жолда қабылдау республикалық акциясы өтті. Мақсат тұрғындарға құқықтық көмек көрсетіп, жеке мәселелері бойынша кеңес беру. Тақырыпты тілші жалғастырады. Ашықтық, жеделдік және қолжетімділік бүгінде бұл полиция қызметінің жұмысындағы басты басымдықтар. Осы орайда тұрғындармен тығыз байланыс орнату мақсатында қала аумағында жолда қабылдау республикалық акциясы өткізілуде. Тәртіп сақшылары азаматтарды полиция бөлімінің фронт кеңсесінде барлық қажетті карантиндік шараларды сақтай отыра қабылдады. Олардың сөзінше өзара әрекеттесудің мұндай форматы халық үшін өте ыңғайлы. Азаматтар өздерінің өзекті мәселелерін шешу үшін полиция басшылығына алдын ала жазылусыз тікелей жүгіне алады. Қарағанды облысы Сәтпаев қаласы аумағында, яғни 2021 жылдың мамыр айының 21-22 күндері таңертең 9-дан бастап кешкі 7 аралығында азаматтарды қабылдау, яғни Сәтпаев қаласы Абай көшесі 6 фронт офис ғимаратына қабылдаймыз. Бұл тарапта, яғни полиция бөлімінің бастығының бірінші орынбасарлары, әкімшілік полиция бөлімшесінің бастығы, яғни миграциялық қызметкерлер, участок полиция инспекторлары бастары қабылдайды. Сонымен қатар акция аясында Сәтпаев қаласының полиция бөлімінің әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында тікелей эфирлер ұйымдастырылды. Кеншілер қаласының тұрғындары үйлерінен шықпай-ақ өздерін толғандырған сұрақтарына жауап ала алды. Диана Абдықалықова, Нариман Доголев, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Тақырыпты жалғастырамыз. Мамырдың 24 мен 28 аралығында жедел алдын алу іс-шарасы өтуде. Қарағанды облысы аумағында жүргізіліп жатқан іс-шараның мақсаты аймақта қылмысты болдырмау және құқық бұзушылықтың алдын алу. Біздің аймақта өткізіліп жатқан жедел алдын алу іс-шарасының мақсаты пробациялық бақылаудан жасырынып жүрген және құқық бұзған азаматтарды іздестіру және құрықтау. Жедел іс-шара барысында учаскелік полиция мен инспекторлар бірлесіп жұмыс атқарады. Пробация қызметкерлері мұндай алдын алу жұмыстары бас бостандығы шектелген азаматтардың қайта жаза баспауына септігін тигізеді дейді. Іс-шараға сәйкес сотталғандарды тексеру барысында қылмыстың алдын алу мақсатында, қылмысқа жол бермеу мақсатында профилактикалық сұхбаттар жүргізіледі. Тұрғылықты мекен жайынан үйде болмаған жағдайда бөлек акт толтырылып, актқа сәйкес сотталғандарды пробация қызметіне шақыртылып, ескерту қағазы жазылады. Қазіргі уақытта Сәтпаев қаласы пробация қызметінің есебінде бас бостандығынан шектелу арқылы жазасын өтеп жатқан 131 адам тұр. Олардың басым бөлігі денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіргені, сондай-ақ ұрлық жасаған үшін істі болғандар. Еркена Шоқан, Нариман Доголев, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Соңғы күндері еліміздегі аптап ыстықтың беті қайтар емес. Кейбір аймақтарда сынап бағанасы 40 градустан асып кетті. Мамандар ауа райының температурасы алдағы күндері де сақталатынын айтуда. Синоптиктердің болжамы бойынша соңғы 3 күнде Қарағанды облысының аумағында аптап ыстық сақталады. Қаладағы ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріледі.
Бүгін өңірдегі сынап бағаналары 38 градусқа жетуі мүмкін. Қазірдің өзінде ауа температурасы 35 градусты көрсетіп тұр. Сондықтан қауіпсіздік шараларына мұқият болуды сұраймыз. Тікелей күн сәулесінде мүмкіндігінше аз болуға тырысыңыздар. Егер бұл мүмкін болмаса, онда күннен арнайы қалпақтың немесе қол шатырдың көмегімен қорғаныңыздар. Диана Абдықалықова, Нариман Доголев, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орайы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.